Сәлеметсіздер ме? Алматы қаржы құқықтық және технологиялық колледжінің пән оқытушысы Махашева Жазира Бекқызы. Мен арнайы пәндер оқытушы Алипбекова Алия Болатбековнаның эстафетасын қабыл алдым. Бүгінгі тақырып ұлттық тағамдарға арналған ыдыстар. Сабақтың мақсаты оқушыларға ыдыстың тарихы мен түрлеріне мағлұмат беру. Дамытушылық, танымдық ізденімпаздық қабілеттерін шыңдау, шығармашылық жұмыс істеуге үйрету, ой өрісін, сана сезімін дамыту. Тәрбиелік, ұлттық өнерге деген қызығушылығын, эстетикалық сезімін арттырып, еңбек сүйгіштікке, іскерлікке тәрбиелеу. Сабақтың жоспары ұлттық тағамдарға арналған ыдыстардың тарихы, ыдыстардың түрлеріне сипаттама беру. Ыдысын көріп, асын іш, шешесін көріп, қызын ал. Бұл қазақ мақаласында терең мағына, үлкен тәрбиелік мәні бар. Демек, ұлт тұрмысы өмір салтында аз сақталатын ыдыс аяқтарға да ерекше көңіл бөлінген. Ата-бабалар мен шеберлер асқа пайдаланылатын ыдысты тек таза ешкі терілерінен, шойын, болат, алтын, күміс сияқты металдардан ғана жасаған. Әдемі ыдыста тіпті ең қарапайым тағам тәбетті көрінеді. Қолөнері дамыған қазақтың тұрмыстық заттары да ағаш түйін түйген шеберлердің қолынан шыққан мәлім. Алайда осынау қолөнерімізді жоғалтып алғанымыз рас. Ел арасындағы шеберлердің шын ықыласының арқасында бүгінгі күнге қайда жетті. Бабадан қалған асыл мұрамызды ардақтаған жандар қолөнерді қайда жандандырып жатыр. Назарларыңызға қазақтың көнеден келе жатқан ыдыс аяқтардың атауларын ұсынамын. Қазан. Оның басқа ыдыстарға қарағанда қазақ өмірі мен мәдениетінде алатын орны мүлде жоғары. Өйткені ол күнделікті тіршілік құралы. Қазақ дастарханына түсетін тағамдардың барлығы да қымыздан басқасы алдымен осы қазаннан өтеді. Халық жай ғана қазан демей, оны қара қазан деп қастерлеп айтады. Қазан шойыннан жарты шар үлгісіне құйылады. Ұстауға қолайлы 4 құлағы болады. Сыйымдылығына қарай көлемі әртүрлі болады. Ең үлкені 12 қарыс қара қазан немесе тай қазан дейді. Тостаған. Стакан өзінің басталу түрік ағаш ыдысынан алады. Тостаған пиала түрінде төменгі дөңгелек ыдыс. Ұзақ жылдар ішінде нысаны мен атауы өзгеріске ұшырады. Стаканның маңызды физикалық сипаттамасы ол дайындалған материал және осы материалдың қасиеттері. Ең жиі стакандар шыныдан жасалған. Қазақстан және Орта Азия халықтарының мәдениетінде тамақты немесе сусындарды жабдықтау үшін пайдаланылатын қаламсыз жартылай сферикалық пішінді шағын ыдыс. Біздің дәуірімізге дейінгі бірінші мыңжылдықтың екінші жартысынан бастап бізге белгілі. Пішінде көлемді төмен пиалаға немесе ыдысқа ұқсайды. Ерекше белгі ағаш кесектерінен тұтас ұқсақталған. Астау. Қазақтың көне ағаш ыдысы. Бешбармақ, палау, ет, қой басын беретін ыдыс. Халқымыздың байырғы уақыттан бастап қолданып келе жатқан ас тұтынатын бұйым болып табылады. Сонымен астаумен қатар астабақ та кеңінен қолданыста болған. Астау тек қана қатты ағаштан, қайын мен талдан жасалады. Астау бешбармақ үшін кен шеттері ұзын, палау үшін дөңгелек және мұндай терең емес, және қойдың қайнатылған басын беру үшін жалпақ болуы мүмкін. Келі кесап. Тары, бидай, тағы басқа дәнді дақылдарды түйетін, ұнтақтайтын қатты ағашын жасалған құрал. Келінің биіктігі 50-60 см, жуан бөрене ағашының ортасын 30-35 см тереңдікте ойып жасайды. Ағаш келінің екі түрі болады. Тақта келі, шұғыл келі. Шұғыл келі тарыны қаралау ақтауға пайдаланса, тақта келі жармалап ұнтақтауға қолданылады. Тақта келінің түбі тегістеу келеді де, келсап дәл тиіп дәнді майдалауға, ұнтақтауға қолайлы болады. Сондай-ақ тары, бидай, жүгері талқандауға пайдаланады. Келінің түйгіш ағашы болады, оны келсап деп атайды. Келсаптың келіні түйгіштейтін басы салмақты етіп жасалып, қолға ұстайтын жерінен қолайлы қос тұтқа шығарылады. Зерен қымыз бен шұбат үшін терең тостаған, қалың және тік бүйірлері мен кен түбі бар.
Дәннің көлемі мен сыртқы түрі шарға ұқсас. Дәннің беріктігі үшін ағаштың қатты тұқымдарынан жасалған және ою-өрнекпен әшекейленген. Тегене қымызға арналған, тік қалыңдатылған және басып алуға арналған дөңгелек құлақшалары сыйымды ыдыстар. Ағаштың қатты тұқымдарынан шығарылады. Құлақтары кейде темір немесе мыстан жасалады. Күміс және сүйек өрнектерімен әшекейленеді. Өрнекті ағаш қақпағы ыдыс-аяққа қосымша талғампаздық береді. Тегене ауыр ыдыс, сондықтан оны тек мереке күндері ғана пайдаланылады. Қалған уақытта ол майланады және тікелей күн сәулесі жоқ жерде сақталады. Мес, қымыз, шұбат, айран, тағы басқа сусын құюға және сақтауға арналған тері ыдыс. Ол бітеу, сойылған ешкі терісінен жасалады. Мес жолаушыларға, көшіп-қонушыларға, бақташыларға сусын құйып алып жүруге өте ыңғайлы ыдыс. Торсық сусын құюға арналған тері ыдысты местен кішірегін торсық деп атайды. Бұл да қымыз, айран сияқты сусын құюға алып жүруге ыңғайлы ыдыс. Торсықтың мүйіз торсық, өркеш торсық, жан торсық деп аталатын бірнеше түрлері болады. Саптаяқ қымыз құюға, сапыруға арналған сабы бар аяқ тәрізі шұңғыл ағаш ыдыс. Саптаяқ деп аталуда сондықтан. Қымызды сапыруға бір ыдыстан екінші ыдысқа құюға ыңғайлы. Саптаяқты дөңгелек те, сопақшалап та әдемілеп безендіріп жасайды. Ожау қымыз, айран, сүт сусынын құюға қолданылатын ыдыс. Шұңғыл бөліктен және қолға ұстауға ыңғайлы саптан тұрады. Ұзын сабы бар ожау ағаштың тұтас бөлігінен жасалады және өрнектермен безендіріледі. Қасық ожаудан кіші ағаштың тұтас кесектерінен жасалады, сондықтан ағаш қасық деп аталады. Жарқын бояулармен боялады. Балалар үшін де, ересектер үшін де жасайды. Күбі қымыз, айран, шұбат және ашытылған теріге арналған ағаш ыдыс. Күбі ағаштың тұтас кесігінен немесе имен тальник, арчадан жасалады. Рейкадан күбі үшін түп орнатылады. Рейканың сыртына сақиналармен тартылады. Күбі ағаштың тұтас бөлігі тегіс болу үшін күйдіріледі. Күбі жіңішке жоғары бөлігі әсем қақпағы бар конус түрінде болады. Сіздерге тағы да қосымша материал көрсетуге отыр. Бұл бейнетаспа ағаштан жасалған ыдыстардың пайдасы. Халқымыз келген қонаққа ас ұсынар ыдысына ерекше мән берген. Әсіресе ағаштан жасалған ыдыс-аяқ табиғи әрі пайдалы. Алайда осынау қолөнерімізді бір кездері жоғалтып ала жаздағанымыз рас. Ел арасындағы шеберлердің шын ықыласының арқасында бүгінге дейін жетті. Бабадан асыл мұра болып қалған қолөнерді ардақтаған жандар қайта жандандырып жатыр. Санды, кебеже және басқа да астау, ожау секілді заттарды осы шәкірттерге қайтадан жаңғыртып, қайтадан үйретіп, осы мақсатта жұмыс жүргізіп жатырмыз қазір. Қандай ағаштан жасайды, қандай ағашты сұрыптап осыны жасап үйретіп жатырмыз. Серікжан Ысқақбекұлына ағаштан түйін түйетін өнер ата-бабасынан дарыған. Ол қажетті жиһаздарды, ыдыс-аяқты қолдан жасап, дәстүрлі өнердің өркендеуіне өз үлесін қосуды мұрат етіпті. Бұйымдардың сапасы жақсы болу үшін 2-3 жыл кептірілген ағаштан жасайтынын айтты. Мынау қымыз құятын ожау, саптаяқ деп аталады. Бұны біз уақыт кептірілген, 2-3 жыл кептірілген қайың ағашынан жасадық. Жаңағы дөп ағаштарынан өнген қарағаш, жаңға ағаштарынан кептірген ағаштарын жасаймыз. Өйткені олардың ерекшелігі ағаш қатты болатын болса, мына біздің саймандармен оюға өте қолайлы, ебдейлі келеді. Енді жұмсақ ағаштар кішкене қиындау болады. Ойып болғаннан кейін, ішіне жаңағы малдың майын немесе жылқының қазының майын майлап осыны ішін жасаймыз. Өйткені бір қымыз құйған кезде ол мынаған жаңағы сіңіп кетпеу үшін. Табиғи
таза өнімнің денсаулыққа тигізер пайдасы мол. Мәселен, қайың ағашының қабығының көбіне ұн, жармаларды сақтауға арналған ыдыстар жасалады. Оның бактерияларды өлтіріп, түрлі ауруларды емдейтін қасиетке ие екені анықталған. Және ағаштан жасалған ыдыс ішілетін асқа өзіндік дәм мен иісін береді. Мұндай бұйымдарды лақтауға болмайды, себебі ол өзінің табиғи қалпын жоғалтып, пайдалы қасиеттерінен айырылады. Шебердің айтуынша, мұндай ыдыстарды бүтін ағаштардан жасаса, ұзақ сақталады екен. Күн тимеу керек. Егер күн тиетін болса, ағаш жарылып кетеді. Ағаш деген өте нәзік болады, мысалы, суыққа шыдамайды, өте ыстыққа шыдамайды. Негізі қалыпты температурада ұстау керек ағашты. Ағаш оюға оңай материал болғанымен, мынадай әсем ыдысты жасау шеберлікті талап етеді. Дастарханымызды жайнатып, ұлттық асымыздың дәмін кіргізер ыдыстарды жасайтын шеберлердің кәсібіне береке тілейміз. Ұлыс оң болсын. Бүгінгі сабақ сіздерге түсінікті деп ойлаймын. Үй тапсырмасы ұлттық тағамдарға арналған ыдыстардың түрлері. Және де мен сіздерге мында сызба ретінде ыдыстардың түрлерін жазым, сіздер осыларға анықтама жасаңыздар. Келесі эстафетаны арнайы пәндер оқытушы Шернияз Райхан Әлішер қызына беремін. Сізге ет және суп өнімдерін, олардың жасалған тағамдардың сапасына қойылатын талаптар. Назар аударғандарыңызға рахмет.